Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Мен сол жұмысқа қарай шығып барадырмын. Сіздерге бүгін қалай барам жұмысқа, қандай жұмысқа барам, не істейміз, күнім қалай өтеді деген сияқты осы форматтағы бір влогты әдемілеп сіздерге жеткізгім келіп тұр. Сол себепті видеоның соңына дейін қараңыз, ал кеттік. Таң азанымен сағат 7:30 кейде шай тамақ ішкім келмеген кездері сағат қанша? 7:50 сол уақыттарда тұрамын өзім. 8-де. Енді мен көбінесе ерте шығатын себебім, қазір оны алдағы уақытта айтам. Не үшін мен ерте шығып жүрмін? Енді сіздерге қызық болса. Жалпы қазір енді қандай жұмысқа бара жатқанымды примерно айта кетейін. Көп қазақ бауырларына кішкене телефон енді қисық тұр, оған мән бермеңіздер. Көп қазақ бауырларым естігенде шығарсыздар, күніне мысалы $100 қалып қалмайын деп күнделікті жұмысқа тұрып оянады, сондай тәтті ұйқыларын қиып. Қалай айтсақ болады? Ақшаның буы деген бір шилянда ауыр кететін сияқты. Короче, былай айтқанда, мен қазір бір жұмысқа орналасқам. Күндігіне 155 мың вон. Долларға шаққанда бір $120 жақын, бір $118 ма сондай. Одан кейін енді ол жұмыстың енді жақсы жұмыс, өзіме ұнайды. Өйткені ешқандай бір ауырлық жоқ ол жерде, бір ауыр нәрселерді көтеріп болады. Енді барлық жерде ауыр нәрселерді көтересің, бірақ әдеттегі жұмыстардан кішкене жеңілірек. Күннің астында емес, көлеңкеде, салқын жерде, кондердің астында жай темірлерді алып салып тұрамыз, сол ғана жұмыс. Енді бұл чаноппен жасалынатын жұмыс. Чаноп дегеніміз бұл жақта қосымша жұмыс деп аталады. Қосымша жұмыстарына негізінде бұл жақта көбірек ақша төленеді. Мысалы, бізде әр сәрсенбі және сенбі күні бізде қысқа күнді, қысқа уақыт күні сағат 6-ға дейін. Ал чаноппен 9-ға дейін жұмыс жасаймыз. Енді сол 6-ға дейін берілетін ақшасы бізге чанопсыз, қосымша жұмыссыз бізге берілетін ақшасы 115. Чаноппен сағат түнгі азанғы 9-дан кешкі 9-ға дейін жұмыс жасайтын болсақ, бізге 155 береді. Сонда қарап тұрсаңыздар, чанопқа қосылатын ақша өзінің ақшасынан, кешіріңіздер, өзінің ақшасынан кішкене көбірек. Негізінде бұл көлік менің көлігім емес. Бұл біздің жұмыс беретін осы жақтағы саджандар бар. Самушел деп айтады бұқта жұмыс беретін орындарда. Сол Самушелдің саджанының көлігі. Өзіне де тынышты сол. Адам жіберіп, машина іздеп, тауып беріп, барып қайт, сөйтіп қайт, бүйтіп қайт демейді да. Кішкене негізінде милиция көріп қалсақ, кішкене сәл-пәл деп қаламыз да. Қашан келеді екен деп. Енді не дегенмен, бұл жақта көбісі правасыз айдайды, шыны керек қой. Правасыз айдаған екен, өздеріңіз білесіздер, кішкене қорқу, үрку деген ол қалыпты нәрсе. Саджан енді бізге мынандай сайын беріп қойған. Машинаның кілтін берді, мынандай қалыңдығы, мынандай сайын берді. Осы сайынмен барып келіп, бұл сайын не үшін керек? Жұмыс істегеннен кейін артынан сол жақтағы жаңағындай начальниктерге қол қойғызып, жазғызып алу керек та. Чтобы бізде жұмыс істеді, жақсы жұмыс істеді, жаман жұмыс істеді деген сияқты өзінің отзывтарын жазады. Сол үшін де осындай сайын беріледі. Бұл сайынды егер алып бармайтын жағдай болса, мысалы, жұмыс беретін саджанға алып бармайтын болса, ақшаң берілмейді. Жоғалтып алатын жағдай болса, бір
акчаң берилмейт. Эгерде сояктагы мисалы жумуш жасаган жактагы барып начальнигиңе звондаткызып ошол жакта саjanга мына истеди я сайын жазып бергем, бирок жогалтып алыпты деп айтатын болса, онда сонда гана берилет да. А былай көп жагдайда негизинде кыйын. Енді қазір мен мына келдік қой. Не үшін келгенімді айтайын бұл жерге. Менің напарнигім бар. Жолдас балам. Осы жігіт алып шыққан мен жұмысқа. Yani сол жігітті күтеміз. Ол кісі енді әулие мен үшін. Келіп осы жерде күтіп тұрамыз. Қашан шығатынын білмеймін. Әйтеуір 8:20 кезінде келіп тұрсаң болып деді. Мен сағат уже 8:20. Мен вовремя жүретін адамдан да пунктуальный адамдар болады прям. Сондай адаммын да. Қазір мен осындай бір жер. Тағы не айтамыз енді? Айтатын болсақ, негізі айтатын нәрсе көп. Оны музыкаға жетіспей тұр. Дос балам келіп өзі музыка қояды. Сондай бір әдеті бар өзі. Дос балам келді, прикиньте. Ассалаумалейкум. Алейкум. Кеттік па? Жадам? Әрең шыққасын, не бар, ұйықтап қойды. Қаламма деп жатқан білмеген. Жұмыстан ба? Қойы? Ма? $120 кім беріп отыр күн? $120 ачам жинап тастадым. Сонда да ғой. Bir yılға ешкім $120 бермейді де. Бізде қазақтар білесің ба, $100 қалып кетпейік деп күніге тәтті ұйқыларын қиып барады ғой. Сен көке, телефон беріп қоясың ба? Не істейін? Берсе болмаса бірдеңе. Тығайықта бірдеңе. Жоқ, мен тұр ғой. Тұратыңыз енді. Бұл наумаш, не тығылақсың? Сенікі айналайын басқа, менікімен шатастырма. Мен білем не тығатын, не тық қойтын деп. Сол. Менің YouTube блогыма қош келдің де. YouTube Бұл жігіттің түрі көрінбей отқан шығар, қазір өзім анықтап түсіріп беремін кішкене. Ұйқысын ашып алсын. Мен түріпті көрсетпей қойыңдар. Маған қаратпаңдар десе. Сөйтіп сондай. Сөйтіп өлеңді қойып қой. Мен қойып қойсаң, мен дауыс меселер, нақта не бар, петлишка бар менде. Қалай ұйықтадың жалпы? Өте жақсы. Демалсың қалай өтті? Демалыс жақсы, демалып, томен өтті. Ұйықтамен өтті ма? Бізде сол ұйқы жоқ. Максимум 10:30-ға дейін ұйықтай алдым кеше. Сөйтіп тұрып кеттім. Не істедік ей? Бір тамақ, шай-пай, сонымен уақыт өтіп кетті. Бұл жақтан андай нәрсе ғой. Енді әркім білетін шығар негізі көбісі. Жұмысқа шығып жүрген адамдар. Жұмыс кезінде уақыт өткізе алмай қоясың вообще тегі. Білмеймін, уақыт өтпейді да. Ал қашан демаласың? Ойбай, уақытың бар ғой шен. Көзді ашып жұмғанша ғой. Қас пен көздің арасындай ғой уақытың шен. Өтеді де кетеді ғой. Сондай. Қазір біз 10 километрдегі жердегі жұмысымызға барадырып. 5-6 жерде жұмысым бар адам сияқтайтын. Біздің жұмыс сол 10 километр жерде орналасқан. Сояққа барамыз. Қазір саат ровно 9-да жұмысқа кіріп бастап кету керек бізде. Қазір жұмыста қызықтармен базым ош болып жатса таныстырып көрсетем. Егер қызық болып жатса. Сен бірдемесе демейсің, ештеңе демейсің. Айттым ғой, бұл жігіттің жұмысы осы. Және де музыка қояды. Мені қанаттандырып отырады ғой. Жігер береді, мотивация береді, мотиватормын ғой мен. Жұмыстың алдына келіп отырмыз. Сәл-пәл ерте келіп қойдық негізі әдеттегіден. Кішкене жатып демала тұрайық. Саат 7:08 кеткенде кіреміз, перчаткамыз киеміз, ары қарай жұмысқа кіріп кетеміз ғой. Пунктуальный болғанда да пунктуальныймыз ғой, прям 9-да бастап кетеміз ғой жұмыста. Все. Біздің жұмыс осы. Қандай
станоктар жүрүп атат, аларга темир салып турамыз. Мен сумкамды адеттегидей бир ошол жерге коюп коям. Өзүнүн ордуна. Мыяктан перчаткаларды аламыз да. Перчатка алайын. Жұмысқа кірісіп кетеміз ғой, короче. Мынандай темірлерді кесіп береді. Короче, сондай. Мынандай дәу темірлері бар. Осылар жаңағыдай формасын келтіріп сөйтіп береді да бұлар. Что-то сағат 9-дан 2 кетті, әлі жұмыс бастамай жатыр, неғып. Айтам да досым. Сағат 9-дан уже 2 кетті да, примерно 3 кетті да, неғып жұмыс бастамай жатыр. Пунктуальный yok bu saat 9'da bastık. Biz пунктуальныймыз, кәрістер не пунктуальный? Кәрістер не пунктуальный болып отыр. Уақытында келдік қой, нормально. Короче, осындай жұмыстар ғой. Мынандай қызыл болып жанса келе бересің ғой, жайлап ше. Станоктары өте качестволары өте керемет. Мықты деңгейде жасалған. Бұны қаяқтан заказ беріп алдырған білмеймін. Бірақтан жаңа аппараттар, бәрі жаңа. Сосын бұл жақта жұмысты мүлде тоқтатуға болмайды. Негізі құр отыруға да болмайды. Мен просто өзім жасайтын тірлік жоқ болып қалды, сосын отырмын. Ләж болса саджандардың көзіне көріну үшін жыбырлап айтыр бір бөле істеп жүрім керексің да. Біз қазақтар сәл бір бөле болса жер иіскетпейік деп отырамыз ғой. Ал бұл жақта ондай емес. Мысалы уақытыңды сатып алып олар жалдап атқаннан кейін жұмысшылары нақты тек қана жұмыс жасау керек. Демалыс уақыттарын береді өзі, шақырып атырам мен. Саджан тірліктерін бітіріп қашып келдім. Тығылып жүрмін саджаннан. Рабочий процесс. Саджанға ютубтағы влогтарын көрсетемін. Саджан шоке ғой кәдімгідей. Йо, сен кәдімгідей блогерсің ғой дейді ғой маған. Айттым мен. Сояқта бүйтіп жұмыс істеп жүргенмен мен жай адам емеспін, саджанмын дедім. Айттым мен деген дедім, Қазақстанда жүргенде дедім. В общем, красавчик деп жатыр маған. Дух беріп жатыр. Айтады, сені қолдайын дейді. Саған демеу болам дейді, демеуші болам дейді. Ақша жағынан қарыздайды. Өтірікті беріп жатсың ба? Қалжыңдап отырмын, просто жақсы, молодец. Кореяда жүріп осындай тірлік бітіріп жатыр екенсің, саған алтын медаль тағу керек Қазақстанға барғанда деп жатыр. Менің жұмысым, мынандайлардың іштер толып қалады, соларды апарып тастаймын. Мынандайлардың іші толып қалады, соларды алып барып төгемін. Арасында мына жігітпен ұрысып тұрам. Осындай жасыл жанып тұрады, қызыл жанғанда неяқта үшеу, екеу, короче, алты не бар, соның бәрін қарап жүрем, қайсы жанады, соған бара салады. Жүрек екен ғой жүрген. Саджандарында жұмыс істеп бере берем ғой мен. Бісміллә. Айбай, ыстық қойнаның іші. Не бұл мынау, ыстық қойнаның іші дейді. Әбетке шығып бара жатырмыз. Бүгін әбетке не береді екен? Сол қызық болып тұрды ма? Бір жақсы нәрсе берсе екен. Ыстығын-ай. Прикол істеймін. Ай. Жай. Анау. Алдында стол әтеге жатқызған жоқ ма? Артық қарай құлап қалсын. Сонда жауызсың ба? Қастандық ойладым. Қастандық ойладым. Қастандық емес бұл. Пранк. Пранк деп қоясың еще.
обедке қарай машинамен барамыз. Мына отырған жер. Соның өзінде асығамыз. Жұмыстан ерте бір 3 минут бұрын шығып кетеміз деген. Огрежіміз кеше. Сондай тамақтан өлген адамбыз деп айтпаймын, но бірақ пунктуальность қой, айттың ғой алдындағындай сол ғой. Қой кет. Не тамақ дайындапты көрейік барып. Не тамақ дайындады екен бұлар? Жарығым-ай осы сенің. Шиктан, короче. Екеуміз бірінші кеп алыппыз ғой. Айттым ғой, всегда бірінші кеп аламыз екеуміз. Тамақтар мынандай. Ана жаққа жеп барамыз. Тамақтар негізінде андай ғой, комплексный тамақтарда. Өзің қалағанды салып алып кете бересің ғой. Беш. Маған осы салат кішкене ұнайды негізінде. Бұқта ашты салаттар көп қой. Почти барлы дерлік ашты бұл жақта. Сосын мынау нелер ұнайды. Дәнектер ұнайды. Тәтті дәнектер ше прям жесең жегің келе береді ғой. Мені көп тамақ жейді екен деп ойлап қалмаңыздар, просто сіздерге әдемі болып көрінсін деп көп тамақ алып жатырмын деп ше. Тауықтың сорпасы бар екен бүгіндікке. Мынау обычный күріш, типа қаймақ сияқты майонезбен. Мынаны түсінбедім. Жеуге болады, әдемі дәмі. Мынау нелер, дәнектер. Мынау жұмыртқа араласқан ішінде пиязы бар. Не бар ішінде? Сәбізі бар, біраз нәрсе бар ішінде. Мынау әшейін балықтың сыртынан жаңағындай ұн істеп қуырған. Мынау сорпа, тауықтың етінен сорпа, пиязымен. Олардың сорпалары өте тәтті болады. Жеген кезде қайттан ішкім келе береді тамақтарын. Сол, бүгіндікке осы. Тамаққа сызайын десем осы отта, күрішті алап тастаған обалды. Осы отта сосын жеп қойып ет болады. Қойып кеттім. Дайганса жеу керек қой. Тоқтатын қатып қойдық, сенің болған сен барсың. Енді жұмыртқа таппайды. Бересін да таза ғой. Мұндай зубочисткаларын осы жерге қойып қоятын. Аласында кетесің ғой керек. Есташ көрмейсің ма? Осылай шиктаннан шығамыз да жұмысқа қарай барамыз. Сөйтемізді көлеңкеде жатып алып демаламыз ғой. Көлеңке болғанда далада емес, кәдімгі цехтың ішінде, кондердің астында. Негізі тамаққа тойып кетмеше. Но барынша жеуге тырыстым, но қалып қалды. Ұрыспасын деп жайлап барып тығылып барып тесе салдым. Просто сіздерге бір видеоға әдемі көрінсін деп сала беріппін ғой, көрім қарамай жетек. Сен яқып бейшара машинаны қинап келесің. Ал біз осылай жатамыз, әбетке шығып алып. Жартақ сағатымыз қалды. Сағат тілі тық-тық деп алдыға жылжыған сайын жүрегіміз дүк-дүк деп қаттырақ соғуда деп. Енді бұл жерде айтатын мәселе, жалпы бұл жұмыс, жаңа сіздерге бас аяғын көрсетпесем де кішігірім шет жағасын көрсетіп кеттім. Но бұл жұмыстың бізге бір ұнайтыны, ешқандай бір пали-палис жұмыс дейміз, шүкір әйтеуір. Көп жерде мысалы Кореяда тұратын бауырлар біледі. Барлық жерге барсаңыздар, ойбай, кәрістердің айтатын жалғыз сөзі пали-пали ғой, короче. Пали-пали деген ол тез-тез қимылда, тез-тез істе деп андай артыңа түсіп алады да ше. Еще олар айқайлаған кезде пали-пали деп ше. Бір шынымды айтсам бар ғой, бір шешеңнен боқтағаннан да бір қатты бір сөз болып деді, кәдімгі ше, пали-пали деген сөз ше.
Сонымен бізде қазір пали деп айтпайды, солыншы жақсы өз еркіміз. Потому что айтпайтын себебі бұл жақта бүкіл аппараттар тұр да, сол аппараттар уақытысымен жанады, уақытысымен қосылып тұрады да. Енді сол аппараттарға қарап, жанған өшкенін күтіп, уақытысында барып салып тұрсаң, ешкім ештеңе демейді. Ішіндегі майда шүйде тірліктері бар, жаңағында мусорын шығару, майын ауыстыру, төгу деген сияқты. Олар енді жұмыстың ортасында болатын нәрсе, барлық жерде бір жұмыстың өзінің қиыншылығы болады ғой. Сондай, біз 10 шақырым жерде тұрмыз қазір, өзіміздің тұратын қаламыздан. Күнде азанда сағат 9-ға бір 10-15 минут қалған кезде де өтірік айтпай қойын. Бір 3 минут, 2 минут қалған кезде келеміз жұмысқа. Істеміз де прямой кіріп кетеміз. Одан кейін қайтатын кезде бір 5 минут бұрын жайлап жинала береміз, сайынды дайындап, сөйтіп сағат ровно 9-да есіктен шығып кетеміз. Сонымен айда үйге қайтамыз. Енді жалпы жанында жатқан заман деген досым жасы енді секрет болып қалсын, но түрінді көрсетпеуімді сұрады. Түріңді түсіріп андай бұлдырып қойын ба монтажбен. Бұл жігіт сондай анда скромный жігіт. Скромный анда ашық, но бірақ анда ұялады да камерадан. Бәрін айтамын ғой, короче. Сол енді бұл жігіттің келгеніне бір 5 жылдай уақыт болып қалыпты. Әні-міне дегенше өтіпті уақыты. Енді бұл жігіт тағы да бір 2 жыл болам деген ойда отыр. Иншалла. Депорт ұрылып кетпесің, боласың деше. Астағфиралла. Енді жалпы келгеннен кейін қандай қызықтар болды сама? Келгеннен кейін 2 айдан кейін менттерден қаштық. Басталмай жатып кәдімгідей не болды десейші? Қайтып кетемін ба деп ойлап едім, бірақ қашып құтылдық. Қуанышқа болды. Машинамен қаштыңдар ма сонда? Жоқ, пешком жаяу жүріп. Пешком бізші. Сосын қанша минут қолады арттарынан? Мент деген милиция көкелері қолады. Естіп сөйлейші. 2 минут қолады. Біз әйтеуір домның арасында жасырынып қашып құтылдық жалпы. Негізі бағана сен сұраған сұрақтарыңа жауап беремін деп жатқан адам ғой. Бәрін айтып берген ба? Сосын тағы не қызықтар болды, қандай жағдайлар болды? Жалпы мен ойламадым, осылай яри нелегал болып жүремін деп. Өмір ғой бұл, өмір. Бір қарасам яри гастарбайтер болып жүргенмін. Айбай, қиын. Жалпы гастарбайтер деген ол заңсыз жұмыс істеу дейді ғой. Бірақ жаман қатты ондай жаман нәрсе емес негізі. Енді бәрі бір Алланың қолында ғой дейсіз. Иә, ол да бар. Енді жұмыс істеу енді жаман нәрсе емес. Өзіміз еңбекпен жұмыс істеп отырмыз ғой, адал ақша. Дұрыс, адал ақша. Нәпақамызды тауып. Көбісі сұрайды да менен, жаңағындай өте алмай қалады ғой, границадан ше, елдер. Өте алмай қалғаннан кейін айтады да, оған дайындық керек беле бір бағыңа қарай ма дейді да, сол жағы қалай сен үшін? Екеуі де керек негізі, ол дайындық та керек, одан кейін бақ деген ол да бар. Бірақ дайындықсыз келген ол өте қате, дұрыс емес ол. Дайындалып келу керек. Енді бұл реально сен жұмыс істеуге келетқаннан кейін дайындалуың керек. Сен кредит алып, мынақа билетіңе сондай ақшаң өтеу үшін. Саған сұрақтар қойған кезде саған дайын болу керек та. Сұрақтар жауап керек. Сен турист ретінде көру керек та. Таможнядағы адамдар. Сен мысалы дымсыз дайындалмай келетін болсаң, саған сұрақтар қойды, мысалы мынандай жердің аты қандай деп сен дым білмей болмаса басқаша жауап беретін болсаң, олар сені қайтарып жібереді. Хотя бы ше, do you speak English деген жаттап алыңыздар. Бірінші олар сізге ағылшынша сөйлемейді, кәрісше сөйлейді көп жағдайда. Одан кейін түсінбесеңіздер what дей саласыздар ғой, мен сияқты алдындағы блогтағыдай. Мен сөйтіп өтіп кеткенмін. Екі ақсыз ғой, do you speak English, what дегенсің ғой, болды. Сондай жағдайлар болды, қызықтары. Кірмей жатып менікі. Кіргеннен кейін не қызықтар болды өзі. Кіргеннен кейін қызық мендегі эйфория тек қана қала, ойбай деген нәрсе болмады. Эйфория тек қана мен анамды көрген кезде болды. Анамды көріп мен Кореяға келдім ау деген бір ощущение болмады, просто сондай сезім болды менде сол кезде. Бір-екі күн сондай болды. Ойбай, анашымды көрдім деп.
Одан кейін бір 2-3 күннен кейін барып басталды, что мен Кореяда жүрмін. Ойбай, абу Кореяда жүрсің, жында нормально жүр деп. Одан кейін бір айдан кейін кішкене тығыла бастадық. Бір айдан кейін кішкене тығыла бастадық. Көбісі жазып жатады да маған, ойбай, сен емін-еркін влог түсіріп жүрсің ғой, емін-еркін жүрсің ғой, қайтып жүрсің, оқтағылар бәрі қашып жүреді дейді да. Мен айтам да, егер сен тығылып жүрсең, қорыққанға қос көрінеді дейді ғой. Тығылып жүрсең, тығылған сайын Құдай біледі, сен если қазір болса, қазір-ақ алып кетеді да сен мысалында. Ал егер тығылмай, как турист ретінде жүре беретін болсаң, влогыңды түсіріп бүйтіп, ол саған жаның айда келіп сен неғып жүрсің демейді, если сен влог түсіріп жүретін болсаң. Мен сол үшін мен влогтарымды емін-еркін спокойно түсіріп жүрмін. Вот сіздерге жауап. Тағы не қосарың бар алып? Сол келетін болсаңыздар жақсылап дайындалып келіңіздер. Ақпараттарды жинап, қазір білесіздер, Кореяға келу өзгеріп кеткен, билет алып келе салмайсыздар. Кета деген программа бар, соны жақсылап меңгеріп, керек заттарды алып, бәрін дұрыстап келіңіздер. Кореяға келгеннен кейін бір айтып кетерім бар. Келгеннен кейін, жұмыс істеуге келгеннен кейін, адал еңбекпен жұмыс істеп, қайтуларыңызды тілеймін. Аман есен, елдеріңізге аман есен оралып. Мен бәріміз отбасы үшін жүрміз ғой. Сол адал тауып, аман есен. Бұл жігіттің 2 әйелі бар деп отырсың. Қасында отырмын. Бойдақ қой елемін. Әзілдеп қояды, короче. Қайдан білсін бол жерін кесіп тастайтын. Сөйтіп сол, қазір істеп ойнап күліп отырық та, қазір жұмысқа кіреміз. Сосын мен айтайын дегенімше, зама, мысалы, мынақта алдында да сен айттым ғой, Чаноп деген қосымша жұмысына бұлар көбірек ақша төлейді да. Сен күндізгі жасаған жұмысың мысалында 8 сағаттық жұмысыңа тағы бір 4 сағат, 12 сағат Чаноп қып қосып беретін болса, Чанобына қосымша жұмысына сенің обычно жұмыс істеп жатқан уақытыңнан көбірек ақша төлейді. Прям мен соған кәдімгі шоке болдым. Мысалы, біздің қазекеңдер ойбай, бір шайыңды берем, жүрші, мынаны істеп берсе, істеп бере салады ғой. Бұл жақта ондай әңгіме жоқ. Әр басқан қадамы ақша. Даже бір метроға барып, бір жақта бір адасып, чанкаманя деп, извините, андай-мындай деген сөздер ғой, типа. Соны барып, тоқтатып, сұрайдың болсаң, кәдімгідей түріңе бүйтіп қарайды да, ойланады еще олар, жауап берсем бе екен, жауап бермесем бе екен деп, еще сағатына қарап қояды бүйтіп. Что мен уақытым өтіп баратыр деген сияқты бір ишаралары да олардың. Метрода тұрсаңыз, ойбай, бәрінің қолында телефон, біреуі кітап оқып отырады, біреуі ойын ойнап отырады. Ешкім бос емес метрода. Бәрінің қолында смартфон. Одан кейін мен метроға алғаш мінгенде алдында прям шок болдым, потому что метро енді бұл жақта 60 миллион халық бар екен да, содан астам даже 60 миллионнан. И олар метроға прям жүгіреді. Метроның іші бір-бірін итеріп, адамдар бір-бірін таптап шлей болып кетті. Итеріп, кәдімгідей таласады да, тез-тез кіріп кетуге сол метроның ішіне. Мынандай случайлар болыпты ғой, прям метроның есіктері жабылмай қалатын кездер, сөйтіп адам басы бет шығып, екі ортасын бет қысып шлей болып кетті. Асыра сілтеп жүретін жаманшы болсын мен. Қазақпыз ғой не дегенмен бір нәрсені қосып айтпасақ тұра алмаймыз. Енді біз сол кішкене демалып алайық, бір 10-15 минут, сосын ары қарай қалай не болып жатыр жалпы тағы да түсіндіре өтерміз. Сол біздің уақытымыз шамалы тәмамдап келе жатыр. Яқса қойын ютубты. Бұл әдемі бір душевный шыққан влог формат болды. Ешқандай бір монтажды көп қоспадым. Сіздерге бір түсінікті болсын, жақсы информация болсын деген ниетпен. Алдағы уақытта тағы да бір сұхбаттар болады Кореяда жүрген адамдармен. Одан бөлек тағы да бір қызықтар болады. Ол жағын айтпай-ақ қойын, сіздерге интрига болсын сіздерге. Влогты тамашалап бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет, алғысым шексіз. Алдағы уақытта бұдан да күшті влогтарды күтіңіздер. Чау. Бас, брат, бас! Айда! Камера!